номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжі. Бұл материал бастауыш білім беру мамандығының бастауыш білім беру мұғалімі біліктілігі, ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі біліктілігі бойынша әзірленген. Пән атауы қазақ тілін оқыту әдістемесі. Пән оқытушысы Тілекеева Фариза Аблаевна. Сабақтың тақырыбы мазмұндама жұмыстары және олардың түрлері. Сабақтың мақсаты бастауыш сыныптарға мазмұндама жұмысын ұйымдастыру және мазмұндама жаздыртудың әдіс тәсілдерін меңгерту. Практикада қолдану тәсілдерін үйрету. Ресурстар: Сағира Рахметова, қазақ тілін оқыту әдістемесі. Тақырыпқа байланысты суреттер, иллюстрациялар, фотолар, тағы басқа суреттер үлгілері осы сілтемеде берілген. Бастауыш сыныптың әдебиеттік оқулығы, оқу жоспары, ОМЖ. БЛМ-KZ порталына салынған оқытушының материалдары және осы бүгінгі тақырыпқа байланысты ютубтағы сілтеме. Сабақтың жоспары: мазмұндама жұмыстары түрлері, мазмұндама жұмысының нормативтік талаптары, практикалық тапсырма. Оқушының ауызша жазбаша тілін дамыту әрқашан мазмұндамадан басталады. Мазмұндама текст оқу, сұрақтарға жауап беру, баяндау, әңгіме айтуға дағдыланудан шығады. Мазмұндама текстін мұғалім өз сыныпта мәнерлеп оқып береді. Одан соң мәтін мазмұны қысқаша айтылып, ондағы түсініксіз сөздер түсіндіріледі. Оқушылар текст мазмұнын баяндағанда ауызша жазбаша мұғалім айтқан қалпында қайталамай, өз ойы, өз топшылауы, өз сөзімен құрастырып жазуды талап етуі керек. Оқушылардың ізденістерін арттыруда, өз көзқарастарын баяндап жазуда мазмұндама текстіне мынандай талаптар қойылады. Оқушының өз ойы, өз топшылауы болуы керек. Текстің баяндалу жағын өзгертіп бере білу керек. Текст мазмұнына байланысты оқушы өз тарапынан қосымша оқиға қоса білуі де қажет. Мазмұндаманың мынадай түрлерін көрсетуге болады: дайын әңгіме бойынша мазмұндама, сурет бойынша мазмұндама және кино, бейнежазба бойынша мазмұндама. Дайын әңгіме бойынша мазмұндама: мұнда бірінші, алдын ала дайындалған әңгіме бойынша жаздырылады. Екінші түрі: мазмұн тәртібі сақталып, сыртқы формасы ғана аз-кем өзгертілетін мазмұндамалар бар. Үшінші, мазмұнын сақтай отырып, сыртқы формасын өзгертіп жазатын мазмұндамалардың түрі бар. Және ықшамдап қана мазмұндайтын мазмұндаманың түрі бар. Ең соңғы бесіншісі, әңгіменің мазмұнын толықтырып мазмұндайтын мазмұндаманың түрлері бар. Дайын әңгіме бойынша мазмұндама атынан ақ тұр, алдын ала дайындалған әңгіме бойынша жаздырылады. Бұндай мазмұндаманы мұғалім 1-2 күн бұрын ұйымдастыруға да болады. Сол мазмұндамаға байланысты әңгімені балаларға оқып беру арқылы, немесе мазмұндама алатын кезде алдын ала оқып беру арқылы жүргізуге болады. Бұндай мазмұндаманы жүргізер алдында мазмұндама мәтініне байланысты сұрақтар қойып, балалармен мазмұндаманың мазмұны алдын ала талданады. Сурет бойынша мазмұндама екіге бөлінеді: дайын сурет бойынша мазмұндама және оқылған мәтінді бейнелейтін суреттер арқылы ұйымдастырылатын мазмұндама. Атынан ақ тұр, дайын сурет бойынша мазмұндама қалай ұйымдастырылады? Тақтаға сурет ілінеді, балалар сол сурет бойынша көргендерін өз сөздермен құрастырып мазмұндама жазады. Келесі, оқылған мәтінді бейнелейтін суреттер арқылы ұйымдастырылатын мазмұндама. Бұл жерде мәтін оқылады және мәтіннің сюжетіне сюжеттегі әрбір іс-әрекетке суреттер ілінеді. Осыған қарай балалар мазмұндама жазады. Мысалы, мұғалім кіріспе әңгімесінде балалардың жазғы демалыста не істегендері, не көргендері туралы сұрақ-жауап арқылы әңгімелеседі. Жазғы демалыс әңгімесін оқып береді. Мәтінді бейнелейтін суреттерді іліп қояды. Келесі
мазмұндаманың түрі фильм, бейнежазба бойынша мазмұндама. Фильм оқушылар арасында оқу тәрбие жұмысын жақсарту жолындағы күшті құралдардың біріне айналып отыр. Фильм, бейнежазбалардың әсіресе бастауыш сынып балалар үшін әсері күшті. Фильм баланың көру, есту сезімдеріне бірдей әсер етеді. Кино бойынша сабақ ұйымдастыруда балалардың зейінін сол фильмдегі оқиғаға аудару мақсатында кіріспе әңгіме айтып беру керек. Мысалы, менің атым Қожа фильмін көрсеткеннен кейін 3-ші сыныптың әдебиеттік оқу кітабынан менің атым Қожа әңгімесі оқылып, оның мазмұны сұрақ-жауап арқылы талқыланады. Жоспар бойынша 2-ші сұрақ. Мазмұндама жұмысының нормативтік талаптары. Мұнда мазмұндама жұмысының нормативтік талаптары берілген. 3-4 сыныптарда оқушылардың өз ойын жазба тілде тиянақты түрде жеткізу білігін тексеру мақсатында мазмұндама жұмысы жүргізіледі. Осы жұмыстарға 1 сағаттан кем емес уақыт бөлу ұсынылады. Үйрету сипатындағы шығармашылық жұмысты жүргізудің кезеңділігі шамамен 15 күнде 1 рет болып тұрады. Мазмұндама тақырыптарының көлемі диктант мәтіндерінің көлеміне қарағанда шамамен 15-20 сөзге артық болу керек. Бастауыш сыныптарда мазмұндама үйретушілік сипатта болатын ескере отырып, мазмұндама үшін қанағаттанарлықсыз баға қойылмайды. Қанағаттанарлықсыз баға тек 4-ші сыныптың 1-ші жартыжылдығының соңында бақылау мақсатындағы мазмұндама үшін қойылады. Мазмұндама жұмысын бағалау нормалары. 3-ші сыныпта мазмұндама тексергенде 1 баға қойылады. 4-ші сыныпта мазмұндама үшін 2 баға қойылады. 1 баға мазмұны үшін, 1 баға сауаттылығы үшін. 5 деген баға автордың мәтіні, яғни мазмұндамасы жүйелі әрі дұрыс баяндалса, тақырып толығымен ашылған болса, сөздік қоры бай және сөздерді қолдануда, сөз тіркестері мен сөйлемдерді құруда кемшіліктер жоқ болса, сондай-ақ орфографиялық қате 1-2 түзету ғана болса қойылады. 4 деген баға жұмыста автор мәтіні, яғни мазмұндаманың мәтіні дұрыс, барынша толық берілген, мәтін мазмұны ашылған, бірақ ойды баяндаудың бір ізділігі шамалы ауытқыған, аздаған, 1-2 фактілік және сөз қателер, сондай-ақ 1-2 емле қате, 1-2 түзету болған жағдайда қойылады. 3 деген баға мәтін мазмұнында ауытқышылықтар бар, тақырыптан біршама алшақтаған, ойдың баяндау бірізділігі бұзылған жағдайда, 2-3 сөйлем құрылысында кейбір кемшіліктер болғанда, сөздік қоры аз, 3-6 қате және 1-2 түзету болғанда қойылады. 2 деген баға қорытынды мазмұндама мен шығармалар мазмұнын айтарлықтай алшақтаған, қателері көп, ой жүйесі сақталмаған, бөлімдер арасында байланыс жоқ, сөздік қоры жұтаң, 6-дан артық қате және 3-5 түзету болған жағдайда қойылады. Жоспар бойынша 3-ші мәселе ол практикалық тапсырма. Оны осы онлайн сабақ барысында жүргізуге болады. Бұл оқытушы мен білім алушылардың арасындағы кері байланыс ретінде атқарылатын жұмыс. Бұнда 2 тапсырма берілген. Әр білім алушы мазмұндаманың түрлеріне мазмұндама мәтінін жазады. Мәтін бойынша тапсырма құрастырады. Мәтін бойынша 3 сұрақ құрастыр. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Мәтін бойынша шығарманың басы, ортасы, аяғы, тағы басқа. 2-ші тапсырма. Практикада мазмұндама жұмысын қалай ұйымдастырдың? Қандай тақырыпта? Кемшіліктер, жетістіктер жөнінде қысқаша тезис жазу. Жалпы бұл мәлімет 4-ші курстарға, бұл тақырып 4-ші курстарға арналған. 4-ші курс білім алушылары байқау және бақылау практикасына барды, диплом алды практикасына барды. Сондықтан да мазмұндама жаздырту жұмыстары 4-ші курс білім алушылары үшін таныс емес, тапсырма емес. Мұнда мазмұндаманың үлгілері берілген. Жалпы мазмұндама жұмысын 2-ші сыныптан бастап та жүргізуге болады. Бұл жерде мәтіннің көлемі өте шағын болады. Балалар мазмұндама жазуға осы 2-ші сыныптан бастап үйрену жұмыстарын жүргізе беруге болады. Мұнда 3-ші сынып бойынша мазмұндама үлгілері, мұнда 4-ші сынып бойынша мазмұндама үлгілері көрсетілген. Бүгінгі тақырып бойынша үйге тапсырма.
Бірінші тақырыпты толықтырып оқу, конспекті жазу. Екінші тапсырма әр сыныпқа мазмұндама жұмыстарының әр түріне мазмұндама құрастыру. Үшінші тапсырма 3-4 сынып бойынша мазмұндама тақырыбына қымыржы құру. Екінші, үшінші тапсырмаларды Білім KZ порталына немесе fariza.tilikeyeva@mail.ru электронды почтасына немесе WhatsApp-тағы мына нөмірге жіберуге болады. Назарларыңызға рахмет.